Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ноқат сорпасын әзірлейтін боламыз. Ол ағзамызға өте пайдалы. Ас қорыту жүйесі, жүрек, қан тамыр жүйесінің ауруларына ем болып табылады және де ағзадан өтті шығарады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Көптеген ауруларға ем. Ноқат сорпасын жасаймыз. Алдымен ноқатымызды тағам әзірлеуден 3-4 сағат алдын жылы суға содалы 1 шай қасық сода салып, бетін жауып қойып қоятын боламыз. Себебі ноқат ұзақ қайнауды талап етеді. 3-4 сағат алдын суды өзіне сіңіріп тұрады. Кейін қазанымызға етімізді салып қайнататын боламыз. Мен қайнатпа сорпа ретінде жасадым. Қуырып, қуырма сорпа ретінде де жасауға болады. Сорпамыз қайнап көбігі пайда болған кезінде көбігін тазалап алатын боламыз. Сорпамыз бір қайнағаннан соң пиязымызды турап дайындап аламыз. Газдың астын баяу қойып қоямыз. Сорпамыз тағы бір қайнайды, сол кезде тағы тазалап көбігін алатын боламыз. Енді кезекте дайын болған ноқатымызды тазалап, содалы судан 2-3 мәрте шайып тазалап алатын боламыз. Сорпамыз екінші рет қайнады. Қалып қойған көбіктерін тазалап алып, пиязымызды саламыз. Қайнатпа сорпаға пиязды көбірек салсаңыздар өте дәмді шығады. Мен де бір үлкен пияз қостым. Сіздер 2 кішкентай, пияздарыңыз кішкентай болса 2 қоссаңыздар болады. Және де болгарский томат пастасын салып сорпамызды қайнатамыз. Келесі кезекте картобымызды, сәбізімізді турап дайындайтын боламыз. Газымыздың астын орташа баяу отта ноқат пен пиязымызды қайнатып аламыз. Сәбіздерімізді чеснок қоссаңыздар болады. Турап дайындап қоятын боламыз. Неге сорпамыз қайнап жатыр, енді сәбізімізді, чесногымызды салып, тағы бір 20-30 минуттай қайнатамыз. Лавр жапырағын, картобымызды салып, сорпамызды баяу отта 1,5-2 сағат қайнататын боламыз. Рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жеңіл рецепттермен бөлісіп отыратын боламыз. Дәмін көріп, дәміне қарай тұз, приправа қоссаңыздар болады. Мінекей 2,5 сағаттан кейін сорпамыз дайын болды. Кесеге құйып ұсына беруге болады. Өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.